Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге ерекше кешкі ас курица сливочный соус тағаммен бөлісетін боламын. Тағамға керекті заттардың барлығын да описанияға граммдармен бірге жазып қойдым, сонда көрсеңіздер болады. Филені видеода көрсетілгендей етіп жұқалап турап аламыз. Көкөністерден бізге баклажан және кабачок керек болады. Екі тілімнен кішкене жіңішке етіп екеуін де турап аламыз. Қызып тұрған сковородканың үстіне аз мөлшерде май құйып, үстіне тауығымызды саламыз. Бетіне тұз, бұрыш, приправа салып, баяу отта пісіріп аламыз. Тауығымызды екі бетінен аударып отырып пісіреміз. Қатты қытырлақ болып пісіп кетуге болмайды. Тауығымыз кішкене пісуге таяған кезде чеснок бір тілім және бөліп алған көкөністерді салып, отта барлығын қуырамыз. Біраз уақыт қуырылғаннан кейін чеснокты алып тастасаңыздар болады. Бізде чеснок тек қана дәм беру үшін ғана керек. Көкөністерімізді ұзақ уақыт майда ұстамаймыз. Кішкене қызарып, піскенге дейін қуырып аламыз. Дайын болғаннан соң осылай тарелкамызға өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әдемілеп сәндеп қоюларыңызға болады. Енді бетіне қоятын соусын дайындаймыз. Бізге соусына 2-3 дана черри керек болады. Черриді 4 бөлікке бөліп, майға кішкене уақыт қуырамыз. 1-2 минут қуырғаннан кейін үстіне осылай сорпа құямыз. Және де сорпамыздың суы тартылғанға дейін осылай араластырып отырамыз. Сорпа көп мөлшерде құймаймыз, бір кішкене мөлшерде азғантай. Егер сіздерде көріне сорпа немесе говяжий сорпа болмаса, онда кішкене су құйсаңыздар болады. Кішкене қайнағаннан кейін бетіне 50 грамм сливкиімізді құйып, бір қайнағанға дейін араластырып қоямыз. Сливкиіміз осылай бір рет қайнап шыққаннан кейін оны оттан аламыз. Ұзақ уақыт қайнатуға болмайды, өйткені сливки жоқ болып кетеді бізде. Тауығымыздың жанына осылай әдемілеп соусымызды құйып аламыз. Және де бұл тағам негізі соуспен бірге өте дәмді болады. Сол үшін бетіне соустың барлығын да әдемілеп сеуіп, қасына өздеріңіздің кез келген гарнир қосуларыңызға болады. Рис, пюре, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай осылай әдемі етіп кешкі асқа берсеңіздер болады. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менен жаңа видео күтіңіздер.